Қайырлы таң, таңғы марафон бағдарламасының көрермендері. Биыл Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық қазақ драма театры өзінің 90 жылдығын атап өткелі жатыр. Осы орайда біз осы аталған театрдың актерлерінің жалпы актерліктен бөлек өмірлері қандай екен, яғни таңғы жаттығуларды қалай жасайды, салауатты өмір салтын ұстанады ма? Сол туралы сіздерге толық айтып беретін боламыз. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазақтың мемлекеттік Мұхтар Әуезов атындағы Академиялық драма театры қазақ өнерінің қара шаңырағы. Мұнда Асанәлі Әшімов сынды тұлғалардан бастап, Азамат Сатыбалды секілді орта буын ағалар мен жас толқын бірлесіп қызмет атқаруда. Әрине, өнер адамының күнделікті жұмысы оңай емес. Бір жылда бірнеше жаңа қойылымдар көрермен назарына жол тартады. Демек, жаңа образдар да өмірге келеді. Ал сол бейнені жасау үшін актер үнемі ізденіс үстінде болады. Дегенмен сахна саңылақтары қолдары қалт еткенде театрдың дене шынықтыру залынан табылады. Тіпті мұнда аптасына 3 рет сахна қозғалысынан арнайы сабақта өтеді. Осылай денелерін қыздырып алған соң, олар акробатикалық жаттығу түрлерін жасауға көшеді. Сахна қозғалысынан дәріс беретін жас маман әнші Әзімбек Байлин. Оның айтуынша, дәл осындай сабақтар сахнада жеңіл әрі ширақ қозғалуға ықпал етеді. Тек қана өнер академиясына ғана емес, ол сабақ, осы мамандық біздің театрға да қажет. Жалпы енді бұл Әуезов театрына ғана емес, осы Қазақстанда қанша театрлар бар, сол түгел театрлардың барлығында болса, жаңа актерлардың біліктілігі, сахнадағы ширақтылығы, жеңіл қозғалуы, жаңағы көптеген мысалы үшін әріптестеріміз сахнадағы актерлар кейбір элементті жасаймыз деп бір құлап қалады, денелерін дұрыс қыздырмайды. Соның барлығын үйрететін осы сахна қозғалыс сабағы. Жасаурап тұр жанары. Алмас Шаяхметов 10 жылдан бері осы қара шаңырақта. Студент кезінде келген жас Алмас пен қазіргі Алмасты салыстыруға әсте келмес. Өйткені бүгінде келі сахна арқылы көрерменнің сүйікті актеріне айналған. Сондай-ақ қара шаңырақ өмір сынағы, шалғайдағы оқиғасында бірнеше телехикаялар арқылы да көпшілікке таныс. Келетін уақыты болып еді. Егер аналарға қайтадан соғып қалса ше? Онда жағдай өте қиын. Меруерт? Әрине, танымалдылыққа жету үшін еңбек керек. Ал Алмас Шаяхметовтің еңбек күні таңғы жаттығудан басталады. Мына жаттығуды алған кезде, қарап отырсаңыз, мынаны бет көтерген кезде, сіздің мына мышцаларыңыз, сіздің мына мускулдарыңыз болсын, керемет жұмыс істейді. Ол өйткені сіз келесі сахнаға шыққан кезде, сіздің жаңағыдай көптеген, мысалы бізде бейбарыс деген спектакльдер бар. Мысалы спектакльде қарап отырсаңыз, бізге режиссер өзінің тапсырмасын берді. Осындай мөлшерде, осындай 2 айдың, 3 айдың көлемінде бүкіл жас актерлар сіздердің үстеріңізді шешеміз, мына жақтың барлығына моделка жағамыз, сіздер құл боласыздар. Сол кезде сіздер денелеріңізді шығаруларыңыз керек деді бізге. Біз не істедік? Осы спорт залымызға келдік, күні-түні дайындалдық, ешқандай қоспасыз, ешқандай дәрі ішпей, өзіміздің еңбегімізбен, өзіміздің қажымас қайратымызбен осы денемізді қазіргі формамызға келдік. Қара шаңыраққа кіргеннен біздің байқағанымыз, мұндағы әрбір өнер адамы жан-жақтылыққа ұмтылады екен. Сонымен қатар өнерге енді ғана қадам басқан қыз-жігіттер аға буыннан үлгі алуға тырысады. Таңертеңнен бастап біздің жұмыс, жалпы жұмыс бабымыз, уақытымыз осы дене шынықтырудан басталады. Біздер жаңа репетицияға ұйқыдан тұра салып, 11-де келе салу деген жоқ. Өйткені біздің жаңағы жалпы қай адам болмасын, оның физикасы ұйықтап жатады. Сол үшін де оянамыз. Жалпы енді актер адам әрқашанда формада болу керек деп ойлаймын. Өмірдің көктемі. Ұят болмасын бағдарламасында Ақылбай қарттың баласы ретінде белгілі болған Жарас Толғанбай бүгінде 40-тан асса да өз бабында. Мұның себебін актер тұрақты түрде дене шынықтыру залынан табылатындығымен түсіндірді. Мен өзім үйде
бір жарты сағаттық жаттығулар жасап тұрамын. Кішкентай балам бар, 5 жасар. Екеуміз жарысып, отжимание жасаймыз, қолдан келгенше. Қара шаңырақтың қарбалас тіршілігі осылай таңғы жаттығудан басталатындығы көпке үлгі. Өйткені салауатты өмір салтын ұстану арқылы олар елге өз өнерлерін паш етеді.